мына менің парақшамда біраз жастар қарайды екен. Соларға, үйленген жастарға бір ауыз насихатым айтайын. Енді ағалық жасымыз 40-тан асты, 16-17 жыл болып қалды үйленгенімізге. Менің парақшамда 30% әйелдер, 70% ерлер, 24 пен 30 жас арасындағы 40% адам көреді екен. Соларға бір ауыз насихатым менің. Жаңадан үйленген или үйленгеніне 4-5 жыл болып қалған жігіттер, әйел кісілерді бір мезгіл сыртқа шығарып тұрсаңыздар, мәселен, жоқ әйел үйде бола берсін, ата енеме қарап жатыр, өзіме қарайды, балалар бар деп кейде көп келіншектер үйде отыр ғой. Соларды негізі күніге 1-2 сағат сыртқа шығарған дұрыс. Өйткені сырттан табиғатпен паркке барса, табиғаттан жаңа энергия алып, сонда бір әдемі болып қайтады. Сосын немесе жаңағы бір мезгіл бір 4-5 сағаттық болса да бір жұмысқа жіберсеңіздер болады. Неге десеңіз, мысалы выпечка пісіреді или бір торт пісіреді, бір жерге барып бір жағынан 5-10 теңге ақша істеп келеді. Екіншіден жаңа адамдармен араласып, жаңа энергия, яғни үйге келген кезде де балаға да жақсы немен қарайды. Сондықтан бұл біздің тәжірибемізден, немесе басқа жігіттердің ақыл сұрап келген адамдардың енді ақыл кеңес береміз. Сонда жаңағы өміріндегі көріп жатқан нәрселер. Сондықтан да қалай болған жағдайда да отбасыны сақтап қалу керек жігіттер. Сосын екіншіден, ер азаматтар сабырлы, ұстамды болсаңыздар. Әйел кісі енді кейде сөйлеспейміз, кеш келеміз, сырттан тамақ ішіп келеміз. Тамақ жесің бе, жоқ дей саламыз мәселен. Сондықтан әйел күні бойы сен үшін келді үйге, сенің қызметіңде отыр. Сондықтан сырттан жігіттерден бір жерде отырып тамаққа тойып келсең де, тамақ іше алмасаң да хотя бы шай ішіп, әңгімелесіп, дидарласып, сұхбаттасып, ақылдасып отыру керек. Сондықтан бұл өте маңызды. Бұл енді әйелдеріміз енді біздің бір жартыларымыз ғой, жарты денеміз ғой. Сондықтан да құрметті жақсылар, осыған бір көңіл бөлсеңіздер. Сабырлық қылу керек. Әйел кісі ашуланып не істеп жатса, артық жауап қайтармау керек. Көп бұзылып жатқан семьяның көпшілігі осы артық сұрақ жауап, сосын ашуланады, қол жүгіртеді, аяғын жүгіртеді. Ешқашан әйелді ұрмаңыздар, ешқашан. Алланың атына уәде беріңіз, Раббым, ешқашан әйелімді ұрмаймын, соқпаймын деп. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ешкімді ұрмаған, және әйеліне көңіл бөлген. Айша анамызбен бірге тіпті жүгірейік десе бірге жүгіретін. Сондай жақсылар. Алла отбасымызға бәреке берсін.